Айгүл мен Тәуіржан отау құруға шешім қабылдады. Тәуіржан мен көп ойландым. 7 рет өлшеп, 1 рет кестім. Анашымның көңіліне қарап, сағын сындырмау үшін сүйіктімнен бас тарттым. Өйткені анам қарапайым адам емес, елдің алдында жүрген беделді жан. Анамның абыройын ойлап, өзімнің сезімімді ішімде тұншықтырдым, бірақ болмады. Айгүлдің өзіне өмірлік жар іздегенін көргенде менің басыма тиді. Айгүлді жоғалтып алсам, өмірім қор болатын лезде түсіндім. Өйткені Айгүлдің жанында өзімді еркін, бақытты сезінемін. Бірге жүрсек, маған барлық әлем күлімдейді және табысым да артады. Менің берекем де, мерекем де Айгүл екенін түсіндім. Және бұл шешімімді қате болса да еш өкінбеймін. Кейіннен өкінгенше тәуекел етуді жөн көрдім. Анам әрине бұл шешімімді білмейді. Төбесінен жай түскендей болып отырған шығар. Хабарласуға бетім жоқ. Анамның ақ сүтін ақтай алмасам, кешірші. Балаң құлай сүйді, сол үшін де осылай жасады. Кейінірек болсын кешіріп қабылдайтыныңа сенемін. Өйткені жүрегіңіз кең. Тек қана балаңыздың шалыс қадам басқанын қаламайсыз. Сол үшін де шырпыр болып мені қорғағыңыз келіп тұр. Ал Айгүлдің ұлдарына келсек, ұлдарын өз ұлдарымдай көруге тырысамын. Білемін, оңай болмайды. Ешқандай да кемсітпей, өз балаларымнан артық көрсем, кем көрмеймін. Әрине, баста оңай болмайтынын білемін. Өйткені Айгүлдің ұлдары есін біліп қалды, анасын менен қызғанады. Бірақ мен барлығына көнемін және бақытты болуға тырысамыз. Сіздер әлі көресіздер, анашым, бүкіл халық куә болады біздің бақытымызға. Тек анашым, сіз мен үшін жыламаңызшы, көзіңізден жас ақпасыншы. Балаңыз бақытты. Білемін, сіздің ойыңызша, мен әлі жаспын. Жастықпен албырт сезімнің арқасында қабылданып атқан шешімде бойлап жатырсыз. Бірақ жоқ, мен көп ойландым. Білемін, Айгүл үйленген, бұрын отбасылы болған, 2 ұлы бар, ал мен үйленбегенмін. Маған өзім сияқты әлі тұрмыс құрмаған қызды тең көресіздер. Бірақ арада сезім болмаса, ол жас қыздың маған не керегі бар? Ал Айгүлмен бәрі жақсы менде. Екеуміз бір-біріміздің тілімізді тез табамыз. Ұрсуымыз да тез, жарасуымыз да тез. Көптің тілеуі қабыл болды. Халқым да бізге тілеулес болды. Екеуміздің жарасымды жұп екенімізді, отбасы болсаңыздар бақытты боласыздар деп тілейтініңіздер. Мінекей, тілектеріңіз қабыл болды. Енді анашым ғана сенсе болды. Барлығы жақсы болады. Анашым, сізден басымды иіп тұрып кешірім сұраймын. Сеніміңізден шықпаған болсам кешіріңіз. Айгүлден бас тартып, өмір бойы өкінгенше осылай шешім қабылдауыма тура келді. Жігіт ретінде мені түсінеді деп ойлаймын сізді. Ал халқым бізге бақыт тілеп қойыңыздар. Бұйырса, Айгүл мен анашымның ортасы да жақсы болып, екеуі тату-тәтті болып жүретін күнге де жетейік. Ол күннің де алыс емес екеніне сенемін. Баласы үшін анашым да барлығына көзін жұмып, мені кешіреді деген сенімім мол. Өйткені баланың бақытты болып жүргеннен асқан бақыт бар ма? Анашым кең жүректі, өте мейірімді. Тек қана менің шалыс басқанымды, қате шешім қабылдамағанымды қаламағаны үшін солай кішкене қабағы қатулы болып тұр. Өйткені бұл тағдырың, тағдырыңмен ойнама, өмірлік серігіңді адаспай тап деп маған жиі айтатын. Анашым, сіз мүлдем уайымдамаңыз, мен өмірлік сенімімді адаспай тапқаныма сенемін, сенімдімін де. Жақын арада оған сіздің де көзіңіз жетеді. Сіз әлі Айгүлді жақыннан танысып білгіскен жоқсыз. Кішкене уақыт беріңіз, сіздің де жүрегіңізді Айгүл жаулап алатынына сенемін. Бұйырса елге қайтқаннан соң тойға дайындықты бастаймыз. Бірақ үлкен той болмайды. Кішігірім достарымыздың, туыстарымыздың ортасында атап өтіп, некемізді қидырсақ болғаны. Сонымен Айгүл екеуміз ұлдарымызбен бірге тұратын боламыз. 6-та тұрдық, содан кейін ұйықтан келіп отырық. Біз еще 3 сағат алда жүреміз, поэтому кішкене шаршап қалдық. Ұйықтап ертең бір тағы қызықты жерлерге баратын сияқтымыз. Біз еще андай күнде үй ауыстырып жатырық, әртүрлі үйлерге тұрып райондарға байланысты көріп жатырық. В общем, бір жағынан ұнап жатыр.